бірінші А зерек сыныбының оқушысы Байспан Чуртолатқызы. Шашпау тағып жүру мені сабырлыққа және биязы жүруге жетеледі. Сабақта Индира Бахарам қызы қыздардың қимылдап отырғанын біліп қояды. Сол сылдырлаған дыбысты көп шығармау үшін арқамды бойымды тік түзу ұстауға тырысамын. Ана тілден теңге алу ойынын әңгімелеуге берді. Домрадан күй үйрендік, сары өзен деген, ән ертемай деген. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баттанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрседен асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірдің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер, мал шашпақ, 5 дұшпаны білсеңіз. Бұл Інжу секілді 3000-нан аса бала оқитын Бауыржан Момышұлы атындағы 53-ші мектеп лицей. Білім ордасының бастауыш сыныптары ұлттық тәрбиеге баса назар аударып, арнайы бағдарламасы бар зерек сыныптарын ашқан. Қыздары шашына бантик емес шолпы тағады. Оқу бағдарламасында ұлттық салт дәстүрлер, ертегілер мен батырлар жырына зор мән беріледі. Неше куплетін? Өзің қалағанша. Өтіпті біздің қазақ жақсы жайдан, естіген тамашалап қалар қайран. Өтіпті қанжығада қарт бөгенбай, кезінде сонау ерте хан Абылай. Қазақтың ұлттық ойындарын үйрендік. Арқан тартысы ойыны, қызғу ойыны, асық ату ойыны. Мақал мәтерлер үйрендік. Біз жаттадық Абай Құнанбайұлы, Мұқағали Мақатаев, Ыбырай Алтынсарин. Бауыржан Момышұлы тырнақтап жүйна әркерген. Ылғи алтын іздеме, қазына оған толмас. Сулы сөзге құл болма, зерікті көңді көп болмас. Ал үзілісте асық атып, арқан тартысады. Шабытқа ерік беріп, сурет салады. Өзара өзге тілде шүлдірлемей, қазақ тілінде сөйлеседі. Барлығы бірдей қолына домбыра алып, ұлттық аспапты ойнауды үйреніп, қазақша ән шырқайды. Мынау 4-ші А зерек сыныбының оқушылары. Олар шахмат ойнап жатыр, көріңіздер. Бұл сыныптың мықтылары шахмат әлемі құрамалық турниріне қатысып, разрядтан разряд алып келе жатыр. Жансая Әбдумәлік, Бибісара Саубаева сынды жас өрендердің бет алысы жаман емес. Бұл Зәмзәгүл Ертайқызы, мектептің директоры. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Отырыңыз. Ал. Ұлттық тағылым бағдарламасын өз мектебіне енгізіп, 4 жыл бойы эксперименталды деңгейде сынап көруге мұрындық болғанда дәл осы Зәмзәгүл Ертайқызы. Бұл идея педагогке Швейцарияда болған тағылымдама кезінде келген екен. Швейцарияда директор айтты, бастауыш сынып ол как губка. Балалар оқыған білімін тез сіңіріп алады. Одан кейін ол білімді сіз баладан жұлып ала алмайсыз. Сондықтан ең қажетті деген ең қымбат дүниені бастауышта біз оқытып балам бойына сіңіріп үлгеруіміз керек деген сөздері барлығын негізге алдық. Кезінде зерттеуші ғалымдар, мысалы Семен Тянчанский, қазақ халқын оқытудың қажеті жоқ, өйткені олардың тұрмыс тіршілігі, салт дәстүрі тұнып тұрған білім деп айтты. Ол жайдан жай айтылған жоқ. Ұстаздардың біліміне Зейнеп Ахметованың күре тамыры мен Айып Нүсіпұлының Тал бесіктен жер бесікке дейін атты кітабы әдістеме рөлінде қосымша қолданылған. Қазір бала жасына қарай жинақталып, ұлттық тағылым оқулығына айналған. Ата-аналар кейде звондап жатады. Балам осындай салт дәстүр бар екен, бізге айтып жатыр, бізді үйретіп жатыр. Соны біз білмейді екенбіз деген. Сонда біз ойлап отырық, бұл салт дәстүр тек бала емес, біз баламен қатар ата-ананы да оқытып жатырмыз ба деген ойға қалдық. Тағы бір ерекше тұсы аралас тілді мектептің орыс сыныбы да қазақтың ұлттық тағылымымен сусындап өсіп келеді. Өзге ұлт өкілдерімен қатар тілі орысша шыққан өзіміздің қарагөздеріміз де назардан тыс қалмағаны қуантты. Біз енді жаңағы орыс сыныбы, зерек сыныбында рас жаңағы қазақша сөйлеу қиындау болды, орыс тілді балалар. Бірақ кеше мен өзім барып сабақтарына қатысқан кезде байқадым, әлі де қиындықтар бар екен. Сосын айтып жатырмын ғой, 5-ші сыныпта сіздерге қосымша қазақ тілі көбірек болады, оның үстіне жаңағы термелерді жаттайсыздар.
барлығы айтады, біз еркін сөйлегіміз келеді дейді, жаңағы балалардың барлығы. Біз сізді түсінбейтінбіз, сіз қазақ сөйлегенде, қазір біз бәрін түсінеміз дейді. Сөйлегіміз келеді, кейде ойымыз жеткізе алмаймыз дейді. Енді 5 сыныпта қазақ тілін оқу үшін қоса беріңіз, қазақша оқып жатырмыз, оқимыз деген. Ал мен басқа орыс тіліне кіріп осы сөзді айтсам, мен басқаша жауап алар едім. Ол бізге қажет па деп айтар ма еді. Қуантарлығы ол ғана емес. Білім ордасы тәжірибесін елорданың өзге де мектептерімен бөлісіп жатыр. Тіпті сұраныс болса, Қазақстанның түпкір-түпкіріне таратуға дайын. Қазір таңда 66-шы, 67-ші мектептерге біз бағдарламаны барлығын бердік. Ол кісілер өз мектептеріне кіргізе алады ұлттық тағылым. Енді біз басқа сыныптарға да осы оқулықты оқыту жөнінде шешім қабылдай аламыз. Егер оқытамыз, мектебімізге кіргіземіз, бұл бізге қажет десе, біздің жаңағы бұны біз тарата аламыз. Қазір таңда рұқсат бар бізде. Қалалық білім басқармасымен мақұлданған бағдарлама енді әрі қарай 5-ден 11 сыныпқа дейін стандарттық әдістемеге қоса шешендік өнер, жыр термелер, дебатпен байи түседі деп жоспарланып отыр. 11 сыныпты бітірген кезде қандай тұлға шығады? Қай жерде де ойын, 3 тілде еркін сөйлейді, білімі бар, қазақтың бүкіл табиғатына жақын, дәстүрін де біледі, мәдениетін де біледі, домбырада тарта алады, шахматты да ойнайды. Яғни интеллигент деп айтуға болады. Біздің жаңағы Алаштың ұрпақтары сияқты көзімізге елестетеміз. Бір сондай бір ұрпақтар бізде. Еліне жанына жан ашитын, қызмет ететін, сондай балалар шықса деп армандаймыз. Сол арманға жұмыс істеп жатырмыз. Біздің мектеп осы, оян да білімге ұмтыл.